Міне, күйеуім аты Исаев Болатбек, осы үйдің иесі. Мен жолдасымын. Ачын? Сүлейменова Гүлнармын. Аха. Мен жаңа тұрмыста туып өскем. Аха. Қатты жер сілкініс болды міне. Анада 2003-те де жер сілкініс болып, біздікін ремонттамай кеткен. Ананың ішінен бәріне батпақ тыққанбыз біз. Мынаның бәріне батпақ тыққанбыз. Көршіміз тыққан. Мынаның ішінен бәріне кірпіш тыққанбыз. Ремонтқа кірмеген. Ремонтқа вообще кірмеген. Мына енді сілкінсе ағай құлайын деп тұр уже. Міне мынаяқтың бәрі қолмен жасаған өзіміз. Мына соседім істеп берген. Мынаның бәрі кетті міне. Қауіпті тұр мына, өте қауіпті тұр. Бала шағамыздан кеше соседіміне барып тастадық, кешке дейін. Таң ұйықтаған жоқпыз бүгінде. Міне, мынаның бәрі кетті. Мына төбелердің бәрі жарылып кетті. Міне, мынаның бәрі құлайын деп тұр міне. Түсіп тұр мынаның бәрі. Апатта тұр үй уже. Ремонтқа да келмейді мына үй. Міне, мына күйеуімнің бөлмесі, мынаның бәрі апатта тұр міне. Мына ары даласы да жарылып кеткен. Дараның бәрі шынап кеткен осындай болып. Міне, мынаяқтың бәрі кетті тұр. Қатты кетті, өзі ескі үй. Айландырып түсіріп шық. Мін, бәрі кетті. Мін, түніміне жатып құлай қарықты, басымыз бар топырақ әлі жоған жоқпыз. Бұрыш-бұрышының бәрі кетті. Көріңіз, таң ұйықтаған жоқпыз осы. Таң ұйықтаған жоқсыздар ма? Өре сағат 3-те ұйықтаған жоқпыз кеше. Түнде де қайта-қайта оянамыз. Кеше таңы сілкінді ғой. Сағат 4-терде таңыда, күндізгі. Таң қаштық балаға. Бала шағамыз соседіне барып тастадық. Сол балам. Көмек сұраймыз халықтан. Мына үй жарамайды уже. Жөндеуге де жарамайды мына үй. Арғай құлайын деп тұр мына үй уже жарамайды. Бұл баяғы 80 жыл болған үй почти. Қанша адам тұрасыздар үйде? Бізге шалымыз екеуміз да балашама немерелеріммен мін. Қанша адам тұрасыздар? 3 немерем бар. Келінмен балам, күйеуіміз, үшеуміз. Сонда қанша болдық? Ана 5-6, 7 адам тұрып жатырмыз ғой. 7 адам осындай. Апатты тұрып жатырмыз. Қауіпті мына үй, өте қауіпті. Көрдің балам, ар жақ құлайын деп тұр уже. Сыртқа кетейін деп тұр. Көмек сұраймыз әкімнен, Тоқаевтан көмек сұраймыз. Мына үйді жөндегенге. Түн баласы ұйықтаған жоқпыз. 2 күн болды ұйқыдан безіп отырмыз.